Бүгінгі тәжірибелік сабағымыздың тақырыбы заманауи контрацепция әдістері және жанұяның жоспарлау сұрақтары. Қазіргі таңда әйелдер жиі жатырішілік контрацепцияны таңдайды. Сол үшін қазір жатырішілік спиральді енгізу техникасын мен сіздерге көрсетейін. Ол үшін бізге бөлек қасық тәрізді қынақтық айналар керек. Төменгі айна, жоғарғы айна, жатыр зонды, жатыр қуысының ұзындығын анықтау үшін бір тісті оқ тәрізді қысқыш және стерильді қайшы, пинцетіміз, стерильді шариктер және спиральдің өзі. Одан кейін жатыр қуысына енгізу техникасы анық көріну үшін манекеніміз бар. Жатырішілік контрацепция енгізу барысында жаңағы манекеніміз бар. Осы заттар бізге жаңа жатырішілік спиральді енгізуге керекті заттар болып табылады. Жатырішілік спиральді енгізу алдын оны дайындап алу керек. Спиральіміз осындай неде тұрады, упаковкада тұрады. Упаковка спиральда жаңағы оны дайындау үшін біз спиральді үш бөлікке бөлеміз. Бірінші, екінші, үш. Үшінші бөлігін, бірден үшінші бөлігін ашып, артында бізде осындай не болады, поршень болады. Поршенен алып, өткізгішке орналастырамыз. Қанаттары жайылған Т тәрізді спираль, ол қанаттарын біз упаковканы ашпай, ішіне жаңағы өткізгішке қондырамыз. Енгізуге дайындап аламыз. Енді спиральді қойып, әйелге жаңағы спиральді енгізу процесін түсіндіреміз, рұқсатын аламыз. Және сыртқы жыныс мүшелерін бағалаймыз. Сыртқы жыныс мүшелері барлығы дұрыс дамыған, ешқандай қызару, ісіну, ешқандай бөртпелері жоқ, бәрі қалыпты. Енді пинцетімізді алып, стерильді шарикпен, любой антисептикалық ерітіндімен сыртқы жыныс мүшелерін өңдейміз. Өңдеуді жоғарыдан төменге анусқа қарай жүргіземіз. Өңделіп болған тампондарды лотокқа тастаймыз. Жаңағы қасық тәрізді айнаның төменгі айнасын алып, оң қолымызға сол қолымызбен үлкен және кіші ернеулерін ашып, қырынан сала келіп, оны ішкі жағынан бұрылыс жасап, көлденең келтіреміз. Кейін жоғарғы айнаны алып, оң қолымызға сол қолымыздың бірінші, екінші саусағымен тағы да кіші және үлкен еріндерін ашып, көлденең жаңағы деңгейіне, қырынан салып, көлденең деңгейіне келтіреміз. Жатыр мойыны ашылды, қынап қабырғаларымен жатыр мойынның жаңағы жағдайын бағалап, бәрі қалыпты екенін бәрін бағалап болғаннан кейін, біз бір тісті қысқышпен үлкен ернің, жатыр мойынның ернің фиксациялаймыз. Көмектеседі. Мейірбике. Қысып болғаннан кейін екі инструмент бір-біріне мешать етеді. Кедергі жасайды. Сол үшін біз жоғарғы айнаны қайтадан көлденең тұрған жағдайынан қалпынан біз қырына келтіріп, оны алып тастаймыз. Алып тастап лотокқа тастаймыз. Енді жатыр мойынның жоғарғы ерні фиксациялық болғаннан кейін біз жатырлық зондты аламыз. Жатырлық зондты алып, цервикальды өзектен жатыр қуысының ұзындығын анықтаймыз. Жайлап, зонд кірді, түбіне дейін жетіп, біз сыртқы ернеу деңгейінде оның ұзындығын анықтап аламыз. Ұзындығы зонд бойынша 7 см. Зондты лотокқа тастаймыз. Мейірбике көмектеседі, ұстап тұрады мына жағын. Кейін біз уже дайындалып болған контрацептивті спираліміздің өзінің көп шектегіші бар. Сол шектегішті 7 сантиметрге алып келеміз.
7 сантиметрде, міне мына жағына 0-ден 7 сантиметрге дейін. Енді дайындалып болған спиралімізді қолымызға алып, шектегіш пен қанаттары бір деңгейде болу керек. Бір деңгейде, горизонтальды деңгейде алып, бір тісті қысқышты көтеріп, төменгі айнаны мейірбике көмек береді. Енді анық көрсету үшін мен мына манекенде көрсетейін сіздерге қазір. Жақсылап, міне. Мына манекенде жоғарғы ерні фиксацияланып тұр дейік. Енді спиральді қолымызға алып, сыртқы ернеуден цервикальды өзек арқылы біз жаймен оны жатыр түбіне қарай жеткіземіз. Сәл өзімізге тартып, фиксациялап, енді қараңыздар, спиральді алғаннан кейін біз мына өткізгішті, проводник дейміз, оны өзімізге қарай сәл тартамыз. Өзімізге қарай тартқаннан кейін мына поршенмен жаңа спиральдің төменгі бөлігіп, түймешесі бірігіп бір-біріне тақалып болғаннан кейін біз мына өткізгішімізді өзімізге қарай тартқаннан кейін қанаттары өзі жайылып ашылып шығады. Одан кейін поршенімізді жаймен алып тастаймыз, лотокқа тастаймыз. Енді мына өткізгішімізді де жайлап жаңағы бұрау түрінде сыртқа қарай шығарамыз. Жатыр өзі спиральді қысып қалады. Сыртқы ернеуден мына мұртшаларын 2-2,5 сантиметр деңгейінде қайшымен кесіп тастаймыз. 2-2,5 сантиметр. Қалғандары мына өткізгіштің ішінде қалады. Енді бір тісті қысқышты шешіп, лотокқа тастаймыз. Пинцетімізді алып, стерильді тампондармен, жатыр мойынмен жаңағы қынап қабырғаларын тағы да қосымша өңдеп, төменгі айнаны қайтадан қырына келтіріп, оны қынаптан шығарып, тез ерітіндіге тастаймыз. Лотокқа өңдеу үшін. Әйелге 10-15 минут гинекологиялық креслода жатуын ұсынамыз. Одан кейін әйелді жайлап жаңағы түсуіне көмек